Саламатсыңдар ма балалар? Сауат ашу пәні. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, Австралия жауыны ойынын еске түсірейікші. Кәне кімнің есінде қалды? Егерде ұмытып қалсаңдар, қане жылдам орнымыздан тұрамыз. Және менімен бірге бастаймыз. Бірінші бас бармақпен шатырлатуды бастаймыз. Бұл не деген сөз? Жаңбыр басталды. Жаңбыр күшейе түсті. Екі санымыз соғамыз. Жаңбыр одан да күшейді. Әне екі аяқты тасырлатамыз. Жаңбыр одан да қатты жауа бастады. Міне нағыз Австралия жауыны. Қайтадан екі санымызды соғамыз. Жаңбырдың күші қайта бастады. Алақанымызды соғамыз. Ең соңында қайтадан бас бармағымызды соғамыз. Жауын тоқтап, бұлттың арғы жағынан әдемі түрлі түсті кемпір қосақ шықты. Балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Бөлім тағам және сусын. Бөлімше ұлттық тағамдар, сабақтың тақырыбы әліп-би деп аталады. Оқу мақсатымыз мәтін бойынша өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере білу, мұғалімнің көмегімен Наурыз көженің рецептін құрастыра білу. Оқулықтарыңдағы Наурыз көже мәтінін мұқият тыңдаймыз. Соңында балалар өткені мен сұрақ қоя бастаймын. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан Наурыз көже жасайды. Наурыз көже әртүрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, ет, тұз, сүт сияқты 7 дәм салынады. Наурыз көжеге арнап ет, қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қосады. Ал енді балалар, не түсіндің? Өз ойыңмен бөлісе отыр. Наурыз қандай мереке екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, Наурыз жыл басы мерекесі. Наурыз көже қалай жасалады? Дұрыс айтасыңдар, оған кемінде 7 түрлі зат салынады екен. Наурыз көже саған ұнай ма? Мен ойлаймын балалар, барлықтарыңның жауаптарың ұнайды болды. Өйткені Наурыз көже көптеген адамдарға ұнайды. Сен рецепт жазаласың ба? Біреуің қазір ойланып қалдыңдар. Не болмаса біреуің иә дедіңдер, немесе жоқ дедіңдер. Себебі балалар, рецепт сөзінің мағынасын көбісіміз түсіне бермейміз. Солай ма? Дәл сендер сияқты нереде түсінбеген екен. Рецепт деген не деген сұрағына Әли былай жауап беріпті. Рецепт дегеніміз қандай да бір тағамды жасауға қажетті заттар мен олардың жасалу жолдарының көрсетілуі. Балалар, жақсылап есте сақтаймыз. Олай болса балалар, Наурыз көжеге керек, немесе Наурыз көжеге керек емес заттарды бөле бастаймыз. Қане есімізде қалды ма? Мысалы, ең бірінші суретте қазы ет тұр. Наурыз көжеге керек пе? Әрине, керек екен. Одан кейін айран сүті. Керек екен. Тұз. Әрине керек екен. Бал. Бал көп нәрсеге керек. Бірақ балалар, біздің Наурыз көжеге қажеті жоқ екен. Банан. Қажет емес екен. Су. Су әрине қажет екен. Бидай. Құрт.
Алмашы балалар. Әрине алма наурыз көжеге керек емес екен. Соңғысы тары наурыз көжеге қосуға қажет екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, келесі тапсырмамыз суретпен жұмыс. Мына суретке бір қарағанда көзіңе не елестеді? Әрине, наурыз тойы. Наурыз тойында атқарылатын жұмыс өте көп екен, балалар. Мәтін өзіміз құрастырып көрейікші. Мәтінді сен дауыстап өзің айтсаң да болады. Немесе қасыңдағы туған туысқандарың ата-анаңа айтып берсең де болады. Мәтінге балалар бірінші ат қоямыз. Және де мен қосымша сабақтарда үйретіп кеткендей, мәтіннің 3 бөлігі болады. Әрине, бірінші басы, екінші жалғастырайықшы кәне, ортасы, үшінші соңы болады. Мен ойлаймын, сендер өте керемет мәтін құрастырды деп. Оқулықтарыңдағы 5-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін табамыз. Ұзын мұртты сарылар қойынында дәні бар. Кәне қайталаймын, көзімізге елестетейік. Ұзын мұртты сарылар қойынында дәні бар. Бұл не балалар? Әрине, бұл бидай. Жарайсыңдар балалар. Сабағымыздың соңында дәптермен атқарылатын жұмысты таныстырып өтейін. Бірінші тапсырмада балалар, екінші жаттығу көркем жаз дейді. Байқасаңдар, дәптерлерінің жоғарғы төменгі негізгі сызықтары көрсетілген. Балалар, ой, бұл деген тапсырма өте оңай ғой демейміз. Өте көркем жазуға әрекет жасаймыз. Өйткені сендер әлі бірінші сынып оқушысыңдар. Әлі алда қаншама сынып оқуымыз қажет. Сол кезде қазірден көркем жазуыңды түзулесең, алдағы уақытта ешқандай да қиындық тумайды. Және қате де жібермейсің. Ал екінші тапсырмада мына сөздерді тасымалдап жаз. Наурыз көже және дерек көздер. Бірінші не істейміз, балалар? Міндетті түрде осы екі сөзді жазып аламыз. Одан кейін буынға бөліп аламыз. Буынның санын анықтаймыз. Одан кейін барып тасымалдап жазамыз. Істеріңе сәттілік тілеймін, балалар.